Саламатсыздарбы? Бүгін біз электронды портфолио жасауды үйренетін боламыз. Ол үшін Google'ге googlesites.com деп жазамыз. Бірінші сайттың sites.google.com деген сайт тұр. Сол сайтқа кіреміз. Осы сайтқа кіргендеріңізде өздеріңізге алдында Google аккаунт ашуды үйрендік қой. Сол Google аккаунт арқылы өздеріңіздің логин парольдеріңізді жазып, осы сайтқа кіретін боласыздар. Бізде осындай бет ашылады. Бірінші тұрған портфолио деп, біз электронды портфолио жасаймыз, сондықтан портфолио дегенді таңдаймыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл бізде электронды портфолио жасауға арналған бет. Бұл жағында, яғни өзіміздің аты-жөнімізді, профессиямызды және қай жерден екенімізді жазамыз. Және осы жазылғаны шрифін, оның түсін және басқа да өзгертуімізге болады. Келесі бізде сурет бар. Суретті бұны өзіміздің суретімізді қоямыз, және оны үлкейтіп кішірейте аласыздар. Өзіміздің суретімізді қойып өзгертеміз. Және қапталында шаблондар тұр, суреттің қойылу ретін солай қойсаңыздар да болады, оны өздеріңіздің еріктеріңізде. Заменить изображение арқылы өзгертеміз. Және де бізде оң жақ қапталын басатын болсақ, страница деген бөлімі бар. Бұл жерде, яғни біздің электронды портфолиомыз неше бөлімнен тұратыны жазылып тұрады. Бірінші ол бізде бастапқы ретте өзгертіп қоямыз атын. Одан кейінгі тұрған бөлімдердің де аттарын өзгертуімізге болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгертесіздер. Бұл жерде мен жайлы деген, мысалы, өмірбаяныңыз жайлы жазасыз, я болмаса түйіндеме деп қойып, түйіндемеңізді жазуыңызға болады. Және де бұл электронды портфолиода біз бөлімге бөлдік қой, бөлімнің ішінде бөлімшелер де болады. Мысалы, мен жайлы деп тұр, мен жайлы деген ішінде, бөлімнің ішіне тағы да бөлімше қосуымызға болады. Ол үшін сол бөлімнің оң жақ батырмасын шертеміз. Оң жақ батырмасын шерткенде добавить под страница деп тұрады. Соған, мысалы, қандай страница қосасыз, соның аты жөнін жазасыздар. Мысалы, мен жетістіктерін деп қостым. Одан кейін тема дегенді басып, біздің бетіміздің, мына бастапқы бет, сол беттің қандай темада тұратынын қапталдағы шаблондардан өзіміз алуымызға болады. Үстін басасыз, және де асты жағында түстер көрсетілген, сол түстерді басу арқылы артқы фонындағы түсті өзгертуіңізге болады. Мысалы, мен жайлы бөліміне кіресіздер. Мына жерде суретті, өзіңіздің суретіңізді қойып қойыңыз. Келесі астында тұрған жазулардың барлығын өзгертуіңізге болады. Міндетті түрде осы жерде көрсетілген жазуларға сүйеніп отыру жазу міндет емес, керек емес болса өшіріп тастай қоясыз, керек болса қала береді. Мысалы, бірінші түйіндеме, екінші сіз өзіңіз жайлы басқа да, мысалы, өмірбаяным деп басыңыздан өткен қызықты жағдайларды жазуыңызға болады. Яғни бұл жерде сіз өзіңіз жайлы жазасыз.
және барлығын видеолитет арқылы қасында бояулар көрсетілген сол жердегі түстерді таңдап оны ерекшелеп қоюыңызға болады. Бұл жерде мен жайлының қасында өзінің бөлімшесі бар, атап өткеніміздей менің жетістіктерім деген. Бұл жерге өзіңіз қосатын боласыз, суретті де өзіңіз қосасыз, жазуды да өзіңіз қосасыз. Бұл жақтан да шаблон таңдауыңызға болады. Және жанды мысалы Давид Нежныйне деп тұрады. Сол жерге мысалы бірінші диплом деп жаздым, не болмаса дипломның аты жөнін мысалы осындай аудандық олимпиададағы бірінші орынның иегері дейсіз. Асты жағына суретін салатын боласыз. Изображение бөлімін таңдайсыз. Осы жерден мен Google картинкадан интернеттен ала салдым. Сіз өзіңіздің компьютеріңіз арқылы суретті салатын боласыз. Келесі бізде үшінші бөлім менің жұмысым деп атадым. Бұл жерде мен сіз бұл жерге плюс батырмасын басу арқылы сурет істейсіз, немесе жерде бірінші тұрған сотқа ұстап тұрған суретті өзгертуіңізге де болады. Дәл жаңағыдай менің мысалы проектіңіздің атын мен ұстазбын деп өзгерте салдым. Сіз өзіңіз қандай портфолионы қалай жасайсыз, ол өзіңіздің қиялыңызға байланысты. Жоғарыда көрсетілген жариялау батырмасын басасыз, және де осы жерге ағылшынша кез келген атты жаза қойсаңыз болады. Одан кейін қайттан жариялау батырмасын басасыз. Жоғары жақта көрсетілген ссылкасын копировать етіп аласыз. Копировать ссылканы басып, және Google'ден сол ссылканы басатын болсаңыз, сіздің электронный портфолионыз ашылатын болады. Сау болыңыздар, тыңдағандарыңызға рахмет.